Сәлеметсіздер ме оқушылар? 66-шы сабақ геометриялық фигуралардың жіктелуі. Сен геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренесің. Бірінші тапсырма геометриялық фигуралар жиынына қара. Бұл жиында неше элемент бар? Оларды ата. Бұл жиында 21 элемент бар. Олар нүктелер, бұрыштар, түзулер, кесінділер, фигуралар, сызықтар. Н нүктелер, С сәулелер, К кесінділер, Т түзулер, Д көпбұрыштар, Ф фигуралар, Б бұрыштар, С қисық сызықтар, П түзу сызықтар, H дөңгелектер. Екінші есеп, дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінді сәуле, түзу бұрыш, сынық және қисық сызықтарсыз. Сен қандай бұрышсыздың, қандай сызықтарсыздың? Тұйықталған ба, әлде тұйықталмаған ба? Біріншісі кесте, кесінді, екіншісі сәуле, үшіншісі түзу сызық, сүйір бұрыш, сынық сызық, тұйықталған қисық сызық. Үшінші есеп, практикалық жұмыс, партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстыр. Не байқадым? Дөңгелекпен кез келген көп бұрыш, дөңгелекте бұрыш жоқ, төрт бұрыш пен тікбұрыш, тікбұрыштардың бұрыштары әртүрлі болып келеді. Көп бұрыштар және тіктөртбұрыш пен шаршының қабырғалары тең болып келеді. Мысалдарды шығар. 72-ден 32-ні азайтамыз. 40, 34-тен 22-ні аламыз 12, 40-тан 12-ні алсақ 28. 28 азайту 32 60, 70-тен 27 алсақ 43, 60 азайту 43 17. Есепті шығар. Мұз айдында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдында барлығы неше бала сырғанап жүр? Олар 36, қыз 4-еуі артық демек. Артық болса қосамыз. 36 қосу 4 тең 40. 36 қосу 40 тең 76. Демек, мұз айдында бірінші қыздарды шығарып аламыз. Қыздар 40 екен. 40-қа 36 болсақ 76 бала мұз айдында сырғанап жүр. Алтыншы есеп, дәптерге торгы сызықтардың қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгіле. Жасыл нүкте артық түзулер жүргізу неше түзу жүргізуге болады. Басып көп нүкте болатында сәулесіз неше сәулесіз болады. Сәуле демек шексіз, я